Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күні құтты болсын. Бүгін бізде сағат 2-ден бастап бұл мерекелік программа басталынған болатын. Сағат 2-де біз квест символ жалпы қалалық квестті өткізген болатынбыз. Оған бүгінгі таңда қазір 15 команда қатысты. Ол қазір бізде 3 сағаттан бері қаламыздың әр локацияларында болып жатыр. Қалалық квест, яғни бұл біздің мемлекеттік рәміздер күніне арналған біздің шарамыз. Және де біздің осы Арбатта қазір сағат 5:30-да басталады. Ол көпшілікпен бірге Қазақстан Республикасының әнұранын орындаймыз бірге. Содан кейін жастар фестивалі басталады. Менің елім деген жастар фестивалі басталады. Бұл жерде яғни әртүрлі локация болады. Ол жерде бізде TikTok зона, одан кейін қазақ пати, яғни жастардың бір-бірімен дэнс батл деп айтамыз ғой. Және жерде караоке бар. Содан кейін мына жерге қарасаңыздар, викторина бар. Одан бөлек бізде мына жерге әдейілеп қабырғаға шығарып қойдық. Тілектер тақтасы деп аталады. Ол жерге барлық қала тұрғындары келіп өздерінің тілектерін елдеріне, жерлеріне деген тілектерін білдіре алады. Енді жалпы бүгін күшті атмосфера күтіп тұрмыз, енді погода болмаса деп айтсам болады. Құрметті қазақ елі, сіздерді бүгінгі рәміздер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Көк байрағымыз әлемде желбірей берсін. Рәміздер күні құтты болсын!